Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тез оңай дайындалатын және ең бастысы дәмді тағам мамасайды дайындаймыз. 400 мл суға 1 шай қасық тұз саламыз. Оған 2-3 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Сегіз 10 грамм құрғақ ашытқы қосамыз. Менде 10 граммдық дайын пакет кішкентай. 1 ас қасық қант қосып, бәрін араластырамыз. Енді бізге шамамен 800-850 грамм ұн қажет болады. Содан бәрін араластырып қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді қамырдың бетін жауып 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше табаға өсімдік майын құйып, оны жақсылап қыздырып тұрып, туралған етті қосамыз. Етті қуырып, оған ұсақтап туралған пияз қосып, оны тағы 2-3 минут қуырамыз. Одан кейін туралған сәбіз, картоп, орам жапырақты қосып, бәрін жақсылап араластырамыз да 5 минуттай қуырамыз. Енді томат пастасын, қара бұрыш, тағы да басқа дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Салмамызға қайнап тұрған ыстық суды құйып, етіміз толық піскенше 40 минуттай дайындаймыз. Қамырымыз да көтерілді, нанын дайындауға кірісейік. Видеода көрсетілгендей қамырды бірнеше бірдей бөлшектерге бөліп, олардан дөңгелек нан жасаймыз. Осылай манты жағатын ыдысымыздың астына май жағамыз да және оған дайын нандарымызды дөңгелектеп саламыз. Енді нанымыздың үстіне өсімдік майын жағып, оны буда 30-35 минуттай пісіреміз. Мінекей тағамымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама жазылыңыздар. Көріскенше!